Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай Роза ханымның рецептімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші қамырын илейміз. Ол үшін салқын суымызға шай қасықтың жартысынан тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырды мен термомикспен илейтін боламын, ал сіздерде бұл жоқ болса, қолмен илесеңіздер болады. Дәл осы менің рецептмен илесеңіздер, сіздерде эластичный өте керемет қамыр болып шығады. Термомикске ең алдымен ұнымызды салып, тесто бөлімін қосамыз. Араласып жатқан ұнымызға бір дана жұмыртқа, салқын тұздалған суымызды және күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Міне менің қамырым иленіп болды. Енді қамырымызды алып дөңгелекте бөлме температурасына 25 минутқа демалдырып қоямыз. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша менде картоп, пияз, сарымсақ және тартылған ет, кішігірім жусай қолдандым. Барлығын тұздап, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып аламыз. Салмасын араластырып болғаннан кейін қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бетіне күнбағыс майын жағып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда ең астыңғы бөлігін дәл осылай кесіп алыңыз. Бұл бөлшегі бір дана ханым болады, яғни бір розочка болып шығады. Қалған бөліктерін қамырда екіге бөлетін боламыз. Бізде өте ұзын қамыр болып кетпес үшін қамырды дәл ортасынан екіге бөлеміз. Кейін шетінен дәл видеодағыдай көрсетілгендей бөліп шығатын боламыз. Ұзындығы 30 см, ені 5-6 см болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай салмасын жіп-жіңішке етіп салып шығамыз. Кейін екі қамырды бір-біріне біріктіріп, шетінен орап шығамыз. Сәл тығыздап ораймыз, әйтпесе біздің салмамыз шашырап кетеді. Ең соңғы бөлігін гүлдің астына қалдырамыз. Мантыварканы күнбағыс майымен жақсылап майлап аламыз. Кейін гүлдерімізді орналастырып, қайнап тұрған суға 45 минутқа буға пісіретін боламыз. Роза гүлді ханымның араларын дәл видеодағыдай қылып, ашық қылып қалдырыңыздар, себебі пісіп болғаннан кейін ол екі есе ұлғаятын болады. Кейін Роза гүлді ханымымыздың бетінде күнбағыс майымен аздап майлап қоямыз. Кейін гүл ханымның бетіне осылай пияз бен қызанақты майға қуырып алып жатырмын. Ал сіздер өздеріңізге ұнайтын подлив түрін қолдансаңыздар болады. Міне бүгінгі біздің кешкі асымыз дайын болды. Роза гүлді ханымымыз дәмі деген өте керемет болып шығады. Және түрі де бір ерекше болып тұрады. Қонақ келгенде дәл осы әдіспен жасасаңыздар болады. Ал видеоны ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.